Мамыр айында бақбақ гүлі гүлдейтін уақыт. Осындай бақбақ гүлдерді кішкентай кезімізде жинап басымызға таққандай тәжі жасайтынбыз. Міне қыздарымызға жасап шықтық. Енді осы бақбақ гүлінен тәжіні қалай жасайтынын қазір біз сіздермен бөліскіміз келді, Нұрай. Әне, Нұрайым, қара. Енді бұлай 3 гүлді аламыз. Сосын бір гүлді алып, бір гүлді аламыз да, қара. Тікесіне барып қоямыз. Сосын бұлай айналдырып, гүлді айналдырып шығамыз. Осылай. Сөйтіп, ары қарай жалғастыра береміз. Кішкене тығыздау қылып тоқисын, Нұрайым. Бұлай бір гүлді қоямыз. Сосын айналдырып шығарамыз. Әрине гүлді жинаған кезде мұндай сағағы ұзынырақ болған дұрыс. Мұндай ұзынырақ. Сол кезде тоқуға ыңғайлы болады. Сосын осылай айналдырып отырып тоқи береміз. Қане, дұрыс малы жарайсың. Осылай тоқи бересің. Осылай басымызға тәжі жасап, қолымызға білезік жасап тағып жүретінбіз. Ал шағын болса, қолымызға тағып алуға болады. Үлкен қып тоқысақ, басымызға тағамыз. Осылай кете береді тоқылып. Арайлым да тырысып жатыр тоққысы кеп. Арайлым. Арайлым нешедесің сен? 5 жаста Арайлым. Осылай өріп алғаннан кейін енді бастың өлшемін алу керек бізге. Например, мысалға баламыздың болса басын бүйтіп өлшейміз де, міне қанша керек, соны қаншама келістіріп алып, сосын бұлай бір-біріне сәйкестіріп, сосын ары қарай екінші қатар өруге болады. Гүлдің арасынан айналдырып отырамыз. Енді соңғы гүлімізді осылай тоқып, оны айналдырып отырып байлаймыз. Сосын мына жердегі неге мынау тоқылған сағақтардың арасына қыстырамыз. Шешіліп кетпеу үшін. Сосын қанары бүйтіп кигіземіз. Әдемі қылып. Біздің жасаған, Нұрай өзінің жасағанын білезік қып істеді. Біздің жасаған осындай тәжі, бақбақ гүліне жасалған тәжіміз ұнайтын болса, комментарий жазып, лайк басыңыздар.